бұл вирус мүмкін қолдан жасалған да шығар. Самолетпен кезінде таратқан болатын, значит, рас қой сол. Сондай кісілерге ат қойып қойғанбыз. Инфекционный террористер. Иттің майда, шошқан майда адамды құтқармайды. Қойдың майын керекті кезінде ғана қолданып, одан кейін жуып тастап тұрған дұрыс. Адамнан вирус шыққан кезде ол құрғақ болып барып, мен кренч деп кіріп кетпейді ғой. Ойбай, мына витамин ісің, мынандай болсын. Қазір бәрібір витаминомания ғой. Соткаға кіріп емделмеңіздер. Екеуін ажырату қиын ғой, пневмония мен бронхитті. Бронхитте енді көбінесе жөтел болады созылмалы түрде. Мысалы, темекі шегетін адамдар әрқашан жөтелді жүреді. Солай ғой. Өйткені өзі лас түтінді кіргізеді, сол себептен деп жөтеледі. Кейін сол темекі шегетін адамдардың жаңағы кірпікшелі клеткалар өліп қалады да, сонымен обычно труба болып қалады. Жайдан жай шығарамайды. Сол кезде азында темекі шегетін адамдар біледі. Тұрған кезде азында аш қарынға бірден темекі шеккен кезде, өкпесі демалу қиын болып тұрады. Темекі шеккен кезде жақсылап бір жөтелі болады да, бір қақырып түсіреді, қап-қара. Демалысы жақсы болып қалады да, сосын бар өмірін жалғастырып кете береді да. Ол жаңағы кашель курильщика дейді, немесе солар кісілерде бронхит болады. Ал пневмония кезінде енді ол жерде басқа симптомдар қосылады ғой. Пневмония кезінде жөтелің бір бөлек, қақырықтың түрі өзгереді, көлемі өзгереді. Одан кейін жаңағы көбейе ме? Көбеюі мүмкін. Температура қосылады дегендей. Күннен күнге әлсіздік, жаңағы интоксикациялық синдромдар. Интоксикация деген ағзаның улануы. Сенің өзіңнің денеңдегі дүние шіріп жатыр, сол сені улап жатыр ғой. Сондай симптомдар пайда болады. Бронхит кезінде көп жағдайда ондай байқала қоймайды. Мысалға жедел бронхит бар, жедел бронхитте көп жағдайда температура сол 37-5, 38-ге болуы мүмкін, бірақ дәрішкенен сәл басыла бастайды. Бізде байқап отырсаңыз, қазір хронический бронхит деген көп қой. Сол хронический бронхиттің бәрі кезінде острый бронхит болған. Сол острый бронхитті дұрыс емдемегеннен бәрі созылмалы қылып алып, қазір содан зардап шегіп жүр десек те болады. Мына көктем шыққан кезде көп адамдар астмасы озады. Астмасы болмаса да предастматический статустар болады. Олар құрғақ жөтелдер, иә, құрғақ жөтелдер. Бұл жерде бронх қысылып қалады. Аллергический. Қысылып қалған кезде ауаның кіруі нашарлайды да, сол себептен ағза оны ми бронхтың іші бітеліп тұрма дейді да, жаңағы бітеліп тұрған дүние шығарып тастайын дейді да, сол жөтелдіре береді. Ашу үшін. Сол. Биологиялық белсенді қоспалар сататындар үлкен кісілерді таңдайды. Олар сенгіш, соны ішіп алады. Соның шынымен көмегі бар ма осы қоспалардың? БАДы деген сол биологиялық активті дәмдеуіш қой, былайша айтқанда. Қоспалар. Егер де оның шынымен де әсері болатын болса, ол ғылыми орталықтардан дәлелденіп өтетін еді. Ғылыми орталықтардан ол дәлелденіп өтпеген соң, дәлелсіз болған соң, бірақ қаншама қаржы жұмсалған соң, маркетингпен сатады. Көп жағдайда жаңағы сетевой маркетингпен сатады. Дәрілер сатқан кезде мына дәріні ішсең бүйтеді сөйтеді, көбісі сеніп алады. Витаминдерге келетін болсақ та сол. Ойбай, мына витамин ішсең мынандай болсын. Қазір бәрібір витаминомания ғой. Осы уақытта витамин ішпей нормально келді, қазір бәрібір витамин ішпесең өліп қалатындай. Бірақ сол витаминді ішкендердің өзі ковидтен сақтанып жатқан жоқ. Мен айтамын, ана қазақта сөз бар ғой, ас адамның арқауы дейді. Оны жайдан жай айтылған жоқ. Сен сол витаминге құртқан ақшаңа жақсы тамақ алшы, ет алшы. 50 мыңға бір жақсы біраз ет аласың. Сол етті алып жеп жүрсең, сен иммундық жүйең жақсы жұмыс істейді. Балық же, міне саған жаңағы витамин омега-3. Бір витамин сол айхерб қой. Айхерб, иә, бәрі сол жерден алады. Иә. Сол витаминнің құрамындағы көлемі сіз ішкеннен 2 апта деген әсер етеді ол сізге. Ол біріншіден. Екіншіден сол витаминдер бір құтыдағы бір мынандай сөмге сатып алыңызшы. 20 мың болатын шығар. Сол бір құтыдағы витаминдер 50 мыңға сатып алған. Сол бір балықтан табасыз. Сол балықты жеп жүрсең қарның тояды. Үйдегі адамдар да мәз болады. Соқта өзіңді бір табысы жақсы адам болып сезініп жүресің де. Қызыл балық жеп, аристократ. Солай емес па? Ақшаны бұқтан өзге құртудың қажеті жоқ. Зат алатын болсаң, білімі дәлелденген, негізделген дүниелерді алу керек. Иә, БАДы-ды мен толық жаман деп айта алмаймын. Неге дейсіз ғой? Кейбір салаларда, мысалы, урология жағында БАДылар бар. Әсері кәдімгідей көрінетіндей, бірақ жалғыз өзі емес. Комплексті емнің құрамында ғана. Оның өз белгілі бір уақытта ғана болу керек. Иә.
кесінге емесін ішудің керегі жоқ. Иә, жыл 12 ай ішудің несі қажет оның? Иә, емханаға неге келетін болсақ, мысалы үшін мен қарапайым жаңағы тұмау дейміз ба, омикронның баласы дейміз ба, Цербер. Иә, Цербер деп айттыңыз. Сонда егер ауыратын болса, мен жаңағы звондап таныстар іздей бастаймын. Ойбай, не істеймін, осындай ауырып жатырмын деп. Өйткені емханаға баратын болсам, терапевтке жазылу үшін ол мынандай күні ғана бар ол терапевтке мен жеткенше, ол терапевт мені жаңағы анализ тапсыр деп жазып, ол одан ары жаңағы пульмонологқа, тағы басқа дәрігер жібергенше. А пульмонолог жоқ дейсіз ғой? Ол жоқ, иә. Алматы қаласы бойынша қанша біз 12 ма 18-ақ пульмонолог бар өзі. Иә. Таза біліп пульмонолог. Оған жеткенше мен уже жазылып кеттім, не болмаса шыдамай бардым да ақылы клиникаға барып емделе салдым. Иә. Ол бір проблема. Екінші проблема, емханадағы дәрігердің деңгейі кейде жетпей жатады. Кәдімгідей шыны керек. Мысалы, мен өзім дәрігер емес, медициналық білімім жоқ. Бірақ сырт көзбен айтқанда дейсіз ғой. Сырт көзбен енді, бірақ қарасаң енді олар да бүйтіп салқын отырады. Немен ауырасың дейді да, содан қағаз жазып береді да, болды бар дейді да. Немқұрайдылық. Абайдың да сөзі бар ғой. 15 минут қана қарайды дейсіз ғой. Иә, Абайдың да сөзі бар ғой, немқұрайдылық ең жаңағындай немен мүгедектікпен тең деп айтады ғой. Иә. Сол сияқты. Дұрыс. Поликлиникаға барған кезде ол жас маман. Әлі тәжірибе көп жинай қойған жоқ. Мен оларды кінәлап отқан жоқпын, ол тәжірибе жинай үлгермеді. Екінші мәселе, ол емханаларда 10 врач жұмыс істеу керек болатын болса, ол жерде 3-ақ немесе 4-ақ врач жұмыс істейді. Бірақ 10 врачтың жұмысын атқарады да. Сол себептен бір ауруға бөлінетін уақытты 3-4 ауруға бөлу керек. Тезірек аттандырайын деп жаңағындай. Иә. Сол себептен ол адам науқастың түріне де қарамай жаза береді. Ол қағаздың астына шыға алмай қалады. Біздің медицинада сол жаңағы проблема емханалардағы. Бізде мына клинический протокол. Медицина бұл нақты ғылым емес. Бұл әрдайым дамып отыратын ғылым. Иә. Прогресс болған сайын бұл да сол прогресспен дамиды. Сол протоколға қадалып алады да, сол протоколдан шаг влево, шаг вправо, расстрел. Медициналық мекемелерді тексеретін ұйым өте көп қой. Бәрі бастық. Каждый суслик агроном ғой. Ал егер де сол өздерінің аудиторларын тек қана бір ғана дүниеден тексеріп отыратын болса, келгені келіп тексере бермей, ана жүйе ретке келе бастайды. Сосын ол жаңа протокол, ол кейбір пациентке келе ма, келмей ма? Өйткені әр адамның түрі бір-біріне ұқсамаған соң, жалпылама дұрыс, скелеті болу керек протокол, бірақ бұл шығытты дәрігердің өзі жабыстыру керек. Ковид кезінде ерекшелік біздікі сол болды. Протоколдарда шықты, біз зерттеу бойынша протокол толықтырып отырдық. Мына сіздердің әріптестеріңіз де бар, тағы да басқа адамдар өзіме жекеге шыққан кезде енді қол көмегін сұрап дегендей чуть-чуть протоколдан ауытқып отырдық. Өйткені ол адамның жасы бар, жынысы бар, тұрғылықты жері бар, ішетін тамағы бар, оның қосымша аурулары бар. Солай емес па? Ол мысалға жүйелік аутоиммундық аурулармен ауырып жатқан адамға патырлап сен гормонды қалай бересің оған? Ол бізде келді гормонды патырлап іше береді. Сосын онда тағы бір қате тұжырым бар. Егер де ішіп жатқан дәріні 2 есе қылып ішсең, 2 есе тез жазылатын сияқты болып қалады да көп адамдар. Дәріні доза дейміз ғой. Иә. Ондай жоқ. Ана дәрігерлер айтады ғой жаңағы, ойбай жаңағы пульс терапия дейді ғой. Жоқ ондай пульс терапия. Кімнің ойлап шығарғанын оны? Ударный доза деген. Ол ең алғаш ковидпен күрескен кезде сондай. Мен шығарған жоқпын, мен ондайға қарсы болғанмын. Ударный доза деп. Ондайға бастан бастап келіспегенмін, қазір де келіспеймін. Жоқ ондай пульс терапия. Ол пульс терапия дейтін бұл аутоиммундық ауру емес қой. Аутоиммундық ауруға ұқсайды, бірақ ол жерде пульс терапия жүргізудің қажеті жоқ. Бұл дәлелденді. Гормонды аса тым сілтеп пайдаланудың қажеті жоқ дегендей. Ал сол жүйеге келетін болса, жаңағы емханаға барып. Емхана бізде ковид кезінде источник загрязнения болып кетті, былайша айтқанда. Көп адамдар барады, біреу мынаған жұқтырады, ана кезектікте отырғанда ананы жұқтырады дегендей. Бірақ әйтеуір 2021 жылы әйтеуір емханалар дұрысталды. Түсіндім, мына жердің өзі источник заражения кетті ғой деп. Бөлек вход жасады, бөлек записпенен бәрін кіргізе бермей. Ал енді жаңа қоғамдағы нәрсені түзеу үшін менің енді айтарым, адамдар ол дәрігерде осы елдің азаматы, науқаста осы елдің азаматы, ешкімге жамандық тілемейді. Мына жүйелік бір қателіктерге байланысты осындай нәрселер туындап бір-бірімізге сенбеушілік болатын шығар. Жоқ, ол енді былай қарасаңыз жылдап бір келмейді да ешқандай бір нормаға. Міндетті әлеуметтік сақтандыруды енгізді, оның аралығында бірыңғай жаңағындай медициналық таңдау жүйесін енгізді.
ол жерде шикілік бірақ жетіп енді жатады. дәл іске келген кезде ондай болмайды ғой, біз таңдай алмаймыз емхананы, мүмкін үйдің қасынан мен таңдауым мүмкін, бірақ бәріміз барып жаңағындай мынау УДП дейміз ғой, президенттің совминка, соны таңдағымыз келді, не болмаса бәріміз барып анау интертичқа барғымыз келді деген сияқты. Оның бәрі қабылдай бермейді, ол бір. Екіншіден, сақтандыру жүйесі бойынша мысалы ай сайын менің айлығымнан ұстайды, бірақ мен ауырған кезде, жеме-жемге келген кезде, мысалы үшін тек қана жедел жәрдеммен түсіп, сондай ауыр деңгейде ғана болмаса, былай барып емделіп жай қарау мүмкін емес. Не болмаса поликлиника профилактика үшін қарайын десем, маған есің дұрыс па дегенде қарайды да, ештеңке сені мазаламаса нең бар деген сияқты. Мына ОСМС-ның шикілігі мынада. Басындағы айтқан идея әр адам өз таңдауын жасай алады деді. Әр адам таңдаған кезде өзінің шешімі бойынша қай клиника жақсы, сол клиникаға барғысы келеді. Бірақ это емес. Сол это естественно конкуренция да, сондай болу керек. Ал біздегі ауруханалардың бәріне егер сөйтіп жұмыс ететін болсақ, қазір барлық жасы УДП деп болса, УДП-ға кетіп қалады, немесе тағы басқа клиникаға кетіп қалады да. Мына мемлекеттің ақша алып отырған ауруханалар бос болып қалады. Неге ондай жеткізбейді УДП сияқты екеге? Бізде сол ана кеңес үкіметінен қалып қойған жаңағы плановый экономикада белгілі түрде жаңағы фомстан мынандай ақша аласың, белгілі түрде мынандай ақша аласың, соны освоить етуің керексің да. Бір освоение бюджеті ғой жатқан. Ол бюджеттің освоениесі ол бөлек әңгіме тағы да. Бастықтар келеді да, мынаны істеу керек дейді да, бірақ өздері ақша бермейді. Амал жоқ, сол бәрі ақшасын алады да соған істейді. Одан кейін ақша мынаған да жетпейді, жаңағы дәрігерлерге де жетпейді. Сосын олар жаңағы жеке медицина кетіп қалады. Ал осы емеске келетін болсақ, мысалы таңдай алмайсыз. Өйткені айтылмайтын заңдар да бар да, заттар. Осы емеспен мысалға сіз Алматы қаласында тұрып, басқа қалаға, Астанаға, Атырау ма, Астанаға барып, сіз медициналық көмек ала алмайсыз. Сол баяғы советіңмен сияқты. Сен қай жерге тіркелгенсің, где-то прикреплен деп шығады. Сол жаққа барып ал дейді да. Ал негізінде сіз осы елдің азаматысыз, көк паспортыңыз бар, барлығы болатын болса, барлық жүйе бірдей болу керек. Ақша сіздің артыңыздан жүру керек, сіз ақшаның артынан емес. Ал үйтетін болсақ, ақшаның көбісі бір жерге поток болып жиналып қалуы мүмкін да. Сөзде лучше из лучших шығады. Чтобы сол лучшедан жаңағы үздіктен қалыспас үшін екінші клиника өзінің тырысады да, ол өзінікін жақсартады. Сөйткен сол поток оған келсін деп ше. А бізде ондай жоқ. Бізде обязательно заказ, мына сейчас заказ алды, мына фомс кәдімгі бастық қой қазір. Осы жерден, конечно, түсінбеушіліктер туындап жатады. Ал поликлиникаға барып, әр адам мысалға тегін медицина жоқ деген осы жерден тұжырымда шығады. Бізде Қазақстанда тегін медицина жоқ қой. Тегін медицина бар. Тегін медицина жаңағы ОСМС бойынша емханаға барған кезде ол сіздің құқығыңыз. Енді бүйтіп мен құқығым демей-ақ, сәлеметсіз бе? Бірақ деңгей төмен. Скрининг өтуге келдім деп, алдын ала жазылып қойып, 2 аптадан кейін, 3 аптадан кейін болса да, сол скрининг күнге дәлелдеп барып, тегін анализдер тапсыруға, тегін компьютер өтуге, тегін кеңес алуыңызға болады.